Жігітті жігіт қылар таң маңдай мекен, әншіні әнші қылар таңдай мекен. Қасиетіңнен айналдым отырарым, топырағы құнарлы қандай мекен. Қалайсың менің асыл жан күйерім, мен сенің пейіліңе қанбай кетем. Қазыларсыз айтса алсам дағы, қазағымсыз айтса алмайды екем ай. Отырар қасиетіңді сіздің бүгін, жырлауға жете қоймас біздің білім. Ассалаумағалейкум ардақты елім, жырлайық туған елдің біз бірлігін. Асығыс амандасты демеңіздер, табуым керек боптыр қыздың қыбын. Көкемнен аман жолда үйренгенмін, көтерсем болғанс көтерсем егер сірә қыздың құнын. Тілінің тікені бар қызды көріп ұстағандай, боп тұрмын күздің гүлін. Жұбымды ақыр саған салған екен, жібімді нартау екел, үздім бүгін ай. Жаныма жетіп келген жүріп тығыз, жасынан білеміз бұл жүлікті біз. Қыз жібек апасындай қылықты қыз, мәнішік апасындай ұрықты қыз, Ақштап апасындай ғұрыпты қыз, Фариза апасындай уытты қыз. Жерсінбей Ақжайықтан басқа жерді, менсінбей келе жатыр жігітті жүз. 80-нің ортасына келсе дағы 8-дей бір жігіттен үмітті қыз. 40-та қамал алу бұлай тұрсын, қамалын бұздырмаған күдікті қыз. Жансая деп шуласа жан саласың, айтыста шоу жасайсың, ән саласың. 40-қа толғанына көп болған жоқ, қошемет деп ендеше қол соғасың. Жылы кәрі екен деп қалмаңыздар, жырына таң қаласың, тамсанасың. Мен үшін Жансаяның орны бөлек, айтыста көрдім қыздың қаншамасын. Пенсияға 20 жыл қалса дағы, өзіме 20-дағы Жансаясың ай. Жерде қалғап көрмеген айтқаны, Жәкеңдей жайын осы жайықтағы. Батыстың батыр қызы қалың қалай, табан түгіл көрмеген тайып бағы. Құрамының құнары мол қыз едің, құрманың бақшасындай тайыптағы. Отырар шәмші туған жер емес бе? Құдай солай атаңды лайықтады. Ал енді сол шәмшінің Жәкең жайлы бармай екен көрейік лайықтаны. Арыстың жағасына салайын ба, дәрияда отқан соң айыптағы. Сырсылуы деуге де келмей тұрсың, су перісі демесем ғайыптағы. Одан да дәрияға барайықта қосылып айтпаймыз ба қайықтаны. Бақыттың құшағында жатпайсың ба, толқынның бөлек болады кайфтары. Ау мен акул алған балықшыдай, ләззатты сезінесің лайфтағы Тіліме дәрияның дәмі кеп тұр, құлағыма шәмшінің әні кеп тұр. Бармаймын деп қайтесің қасарысып, менімше мәжілістің мәні кеп тұр. Ана туралы жырденді айта алмаймыз, Жәкеңе жараспайды дәлірек бұл. Орамал мен ақжаулықтай ән болмаса, Ақбантикті айтуға кәрі боп тұр. Сен сұлуды шырқатып салған кезде сезімге бөленесің әрірек бір.
О гитара дегенді сыған қыздай көзіме сұлу қыздың тәні кеп тұр. Шәмшінің құдіретіне таңғаламын, мыңнан бірге берілер қабілет бұл. Қаяніне салсам да қарашалдың жансаяның бойына дәрі боп тұр. Жансаяның жағдайын жасау үшін киімінен басқасының бәрі кеп тұр. Ойымды ойсыратпай түйдектермін, талайын қарсыластың күйреткенмін. Алысып мыналармен 20 жыл айтыстың бір терісін илеп келдім. Мен болсам ақанып деп әспеттеймін, сен болсаң бойдақсың деп мый жеп келдің. Шығат деп 20 жылда пенсияға тіліңді бүгін тағы түйреп келдің. Алдама 20-дағы жансаям деп өзіңе жылпостықты үйреткен кім? Ағайын мыналарға шыдап жүрген мен байғұс не көрмеген бейнеткермін. Қартайтып жіберетін мақсат бар да, қазірдің өзінде мен зейнеткермін. Игагай, игагай, игагай. Шақырып отырардай жатса белім, үйдегі шаруам бәрін тастап едім. Табаным тиген жер ғой, қадамымды бұрында бір-екі рет басқан едім. Армысың айналайын отырарым, қашанда құшағын кең ашқан жерім. Батыстан келіп тұрмын алдарыңа, артымда ордан барда асқақ едім. Исатай Махамбеттің ізі қалған, абырой беделімен асқан жерім. Пейілін достықпенен өлшеп келсе, бауырына бар қазақты басқан жерім. Көмбірлеп Құрманғазы Динагүйі шашуын күйлерімен шашқан жерім. Сырымның шешендігін үлгі тұтар жұбан мен қадыр туған дастан елім. Мұхит пен Қарекеңнен ән тыңдасақ, біздерге қызық емес басқа әлемің. Бұйырып кеп жатсаңдар қуанышпен, қарсы алады оған көп қой рас дәлелім. Әзірге жеткізейін ықыласпен, жайықтың сіздерге айтқан ақ сәлемін. Игагай, 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 игагай. Көргенде не бір белес шоқыларыңды, ояттым шабытымның отнарынды. Тойларың құтты болсын жасап жатқан, көрмесем екен деймін тоқырауыңды. Мен мана ауданыңа қадам басып, көргенде жайнап тұрған отырарымды. Ағайын мынау қазақтың жеріме деп. Құдай-ау, мынау қазақтың жеріме деп, шіркін-ай, мынау қазақтың жеріме деп, жеп қойғым келіп кетті топырағыңды. Игагай, 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 игагай. Қалайсың мақсат ақаным, жарасып ою шапаның, сахнаға келіп қалыпсың сызылтып арқа мақамын. Еліне келіп тұрғанда Әселхандайын апаның, көпен Әмірбек ақаның. Әдемі айтыс жасайық салмағын бұзбай сапаның. Келісіп тұрар дәуіммен, таласып
жауынмен, Оралдан бермен жол тартып, Сайсала өтіп тауыңмен. Алдыңа шығып тұрғанда көрісейін деп қауыммен, ойда жоқ сәтте жолықтым айтыстағы ата жауыммен. Тұлпарсың алыс шабатын, қырансың қаққан қанатын, додаға шыққан кезіңде асуым көптеп алатын. Жігіттерменен айтсаң, ептісің оңай шалатын. Балаларменен айтсаң, ағасың көңілін табатын. Ал жас қыздарменен айтсаң, ақынсың, есің ауысып, басың істемей қалатын. Жайғастың келіп іргеме, жасайсың суық түрнеге. Сақына дейтін айдында мінсекте бірге бір кеме. Біздерді көрсең құтырып, таласушы едің жүлдеге. Бүгінде келіп тұрсың ау бүлдірейін деп бірдеңе. Жақсыма бұлай қалыңыз, сон айтып әнге салыңыз. Әсемді көрсең құлпырып, жадыраушы еді жаныңыз. Ал Жансаяны көргенде қайнайма бірден қаныңыз. Қос кемпірім деп біздерді тілбезеп мейлі шалыңыз. Сен 81-де шығарсың, 18-деміз әлі біз. Ал енді мәкөш не дейін, сүрінсең қолдап демейін. Төпейтін жерде төпейін, жебейт демейтін жерде демейін. Түріңе қарап отырсам, бірден айтқың кеп тұрғандай бүлкілдеп отыр көмейін. Көп сөйлемей ендеше кезекті өзіңе берейін. Тұрардан келді мынау кәптің бәрі, шақырып қалай болды лақтырғаны. Әкемді танытатын адам құсап, жәкеңді байқап тұрмын, жақтырмады. Отырардан бір жас қыз табылмады-ау, Көксарайдың секілді аққулары. Жансая кемпірімді ап келіпті, кемпір қауын секілді аққұмдағы ай-ей-ей-ей. Артынан сәлем айтып батысы көп, менімнің ата жауым деп отсың атысы көп. Ол рас әсем менен екеуіңмен айтысып 25 жыл шатысы бек. Бүгін неге ренжулі қасқабағың, мақсатта кеткен жандай ақысы көп. Алтын гүлмен айтысуым керек еді, өзіндік әсел қандай нақышы көп. Алтын гүлдер алтын төбе секілді ғой, сөзінің сапасы мен қапысы жоқ. Құйрық төбе демесем Жансаяны, бесік төбеге ешқандай қатысы жоқ. Ай-ей-ей-ей. Ойыңды жаңағы айтқан пісірейін, алдыңда сенің бүгін кішірейін. Топырағыңды жегім келеді деп, жәкеңнің кетіп отыр ісі кейін. Айнамау топырақ жеп нағыласың, ойыңды жаңағы әлгі пісірейін. Я буду представлять школу. А папа будет? Арыстың дарияға құйған жері, құйғанның да сарқылмас күші кейін.
Күнде бүгін ерекше жылы боп тұр. Несіне тоңамын деп ісінейін. Не бір көлдер бар екен бұл маңайда. Барған кезде шегінбес кісі кейін. Ақыры шайтан көлге бір келмедің. Хачабы шошқа көлге сүрейін ай. Ойбой, сөйлейтін шығар десем, абыз құсап ырбайып отырсын ғой, сағыз құсап. Теңедің кемпір қауын деген асқа, ашылам деп отырсам қауыз құсап. Алдыңа әкеп қойса, сол қауынды таласып жередің ау, жауыз құсап. Менсінбей жан саяны отырсың ау, жас қызға көргің келет ауызды сап. Кей кезде айнаға бір қарап қойсай, шалқаймай айтыстағы аңыз құсап. Өзіңде отырсың ғой мұжырайып, подвалда солып қалған сәбіз құсап. Игагай. Сен кейде биіктерге өрлейсің ғой, әйтеуір жаман өлең өрмейсің ғой. Алтын күл, алтын төбе сияқты деп, тарихын осы ауданның жөндейсің ғой. Ал мені құйрық төбе қып қойдың ба? Ашыға жоламасай шөлдейсің ғой. Қай жақтан біліп алдың ол төбені? Көңіліңді басқа енді бөлмейсің ғой. Сен бірақ қағалдыңа құйрық қойса, Қаратаудың өзінде көрмейсің ғой. Игагай. Аяулым мақсат деген шырағым ау, ойларың күшті боп тұр сірә мынау. Шошқа көл жайында айттың ел алдында, керемет екен мына планың ау. Бұйырса айтыстан соң алып барып, басыңды түбіне дейін тығамын ау. Түскенде қол ұстасып түскенмеден, шыққанда жалғыз өзім шығамын ау. Игагай. Білемін мұнда жайсан халық барын, отырмын сахнадан танып бәрін. Келгелі елдің жайын біліп алдым, білуге сіздер жайлы жалықпадым. Құлпырып қысы жазы тұрады екен атақты шәмілдірдей парықтарың. Газ келіп жылытыпты ауданымды, естіге келдің қалай зарыққанын. Бір жесең өкінбейсің дейді распа атақты Сарыкөлдің балықтарын. 24 сағат жұмыс жасап тұрған аларсың 5 комоктан тауып бәрін. Көк сарай су қоймаңның жөні бөлек, арнадан ортаймасын арықтарың. Қыдырам дегендерге жағдай жасап, түнімен сөнбейді екен жарықтарың. Осындай елді көрсе, жерді көрсе, ақындар тез табадау шабыттарын. Дастанға айналған жер отырарым, аспанға өрлей берсін даңқтарың. Игагай. Белгілі топқа кірсем тайым басым, мен емес қарсыласым уайымдасын. Тойларың құтты болсын, жасап жатқан құттықтау сөзін ақын пайымдасын. 95 жылдық екен Шәмшатаның, әнінің ел боп айтар қайырмасын. Әселхан апамыз бен Көпен атам елінің асқақтатты лайым бәсін. 75 толар меді тірі болса, жүреді жақсы адамдар ойымдашын. Қалдырмай
ескеріп бәрін осының ойлап жатқан. Ағайын жақсылығың шайылмасын. Алайым елмен бірге отырарды, Құдайым тойду маннан айырмасын. Игагай гау, игагай, игагай гау, игагай. Мақсаттың бақылайын әр ағысын, бұлайша көрмеп едік жәмәнісін. Алдымнан атып шығат қайда барсам, негізі күдікті кей қадамышын. Мамырда Қызылордада жолыққанда айтыстық, жырға қосып қалам ішін. Одан соң шығыс жақта көсіліп ет, келдім деп жансаядай марал үшін. Бармабем кеше алтын домбыраға, бұйыл тек көрермен боп қарау үшін. Мақсатта қатыспаймын деген екен, келмесе жансаядай дарағысым. Ай, осы сенің мына менде не шаруаң бар? Бұлайша қарап тұрсақ саналысың. Қанша жыл айтыс қуып, өнер қуып, көндіксек сапарлардың талап үшін. Қайғырып жүргеніңді байқамап ем, үйдегі әйеліңмен балаң үшін. Ал енді мына мені көрмей қалсаң, ішқұса болып өліп қаламысың. Игагай гау, игагай, игагай гау, игагай. Жансая өзіңе көп ала бермеш. Бармайтығын бар жерлерге бара бермеш. Басыңды түбіне дейін тығамын деп ойыма неше түрлі сала бермеш. Бұл неге миған бүгін кішірмейді, сөздері әр нәрсені мүсіндейді. Ағайын Жансаяны кешіріңдер. Ағаттау кетіп жатса ісің мейлі, әлі де түк көрмеген бойдақ қыз ғой, не айтып отырғанын түсінбейді. Ай-ей-ей-ей-ей. Бұл жерге кім әкелген сүйреп мұны, Ахановты кетерді илеп түбі. Айтпақшы саған айтар жаңалығым бар. Көңіліңіз кетсе де күйреп міні. Осы жерде Бағдәулет дейді, осым отыр. Кел десем, келет қазір билеп міні. Созақтан кеше ғана ауысып келген 20-шы колледждің директоры. Săn vote mỗi ngày tại Mango Plus ngay. Xin like tự động, tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân Bình có Lays, cuốn vui trọn show. Fan cứng thì là bề năng, còn fan cứng thì phải nhập hội xoài. Mọi người đã tải Mango Plus để săn vote khủng mỗi ngày chưa? Tải ngay nha, không thì chậm ngày nào là mất vote ngày đó đó. Chinh phục của các tân binh thăng cấp và nguồn năng lượng đốt cháy sân khấu của họ không bao giờ tắt. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ
7 hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày trên ứng dụng giải trí Mango Plus và hệ thống YouTube của Year One. Các bạn khán giả thân mến, ở vòng 1 thì sự xuất hiện của những nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự đã tạo ra một làn gió mới trên sân khấu của tân binh toàn năng. Ở vòng 2 này, các tân binh của chúng ta cũng sẽ tiếp tục có cơ hội giao lưu cọ sát với các nhóm quốc tế. Một lần nữa xin được giới thiệu những đại diện tiêu biểu đến từ quốc tế sẽ tham gia giao lưu ở vòng 2 này cùng với chúng ta. Đó chính là Kid Phenomenon đến từ Nhật Bản và Just B đến từ Hàn Quốc. Cùng với đó là đội hình tân binh thăng cấp với 11 chàng trai tài năng đã thành công ở vòng 1. Trước khi đến với vòng 2, chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến nhà đồng đầu tư và nhà tài trợ của chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn nhà đồng đầu tư Techcombank sinh lời từ đầu, nhân rộng giá trị, mở lối tiềm năng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Lays. Snack khoai tây số 1 thế giới, tân binh có Lays, cuốn vui chọn show. Cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới, tự tin, tỏa sáng, vươn mình ra thế giới. Xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ bạc, nhãn hàng siêu cay đến từ nhà sản xuất Ace Cook đã đồng hành cùng chương trình Tân binh toàn năng. Sự đồng hành từ siêu cay đã tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Để đến với các tiết mục của vòng 2 thì Thùy Linh xin được nhắc lại với các bạn quy tắc của vòng 2 như sau. Ngay sau khi có kết quả của vòng 1 thì nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với các thành viên trong đội hình tân binh thăng cấp đã có một cuộc họp nhanh để quyết định họ sẽ lấy kết quả trình diễn của nhóm nhạc quốc tế nào làm điểm cột mốc cho phần trình diễn của mình. Điều quan trọng là căn cứ vào mức thử thách cho vòng 2 đã được lựa chọn trước đó. Vượt thử thách thành công, chúng ta sẽ nhận đặc quyền tương ứng. Và nếu như không vượt qua thử thách, sẽ bị cộng thêm 3% thử thách ở vòng tiếp theo. Kết thúc 2 vòng thì như thường lệ, khán giả hiện trường sẽ bình chọn cho top 3 tân binh mà các bạn yêu thích. Và số điểm bình chọn này sẽ được tính vào điểm tích lũy cá nhân của mỗi tân binh. Và ở vòng 2 này, nếu như chỉ một bước sẩy chân, chúng ta không đạt được kết quả như kỳ vọng thì 3 tân binh có điểm tích lũy cá nhân thấp nhất đến thời điểm hiện tại sẽ bị rơi vào trạng thái đóng băng. Chúng ta sẽ cùng đến với các mức thử thách được đưa ra ở vòng 2 này. Và bây giờ hãy cùng xem là nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với đội hình tân binh thăng cấp lựa chọn mức thử thách nào ở vòng 2 này ạ. 100% cho vòng đầu và 90% cho vòng thứ 2. Xin mời nhà sản xuất toàn năng Subin và 11 tân binh thăng cấp xác nhận lại mức thử thách lựa chọn cho vòng 2, công diễn 2. Chúng tôi biết cái năng lực và cái sức lực của mình nó đang nằm ở đâu. Và chúng tôi đều cao cái sự an toàn cho tất cả các thành viên trong team. Vậy cho nên là team tân binh toàn năng vẫn sẽ giữ nguyên cái mức thử thách, đó chính là 90%. Xét về cái độ cháy ở trong tiết mục, mình tự tin vào các bài hát ở vòng 1 hơn. Còn vòng 2 thì mình đang rất là lo. Mình không biết là có thể vượt qua được hay không. Và mức thử thách ở vòng 2 là 90%. Đạt được mức thử thách này, chúng ta sẽ có cơ hội trừ 3% mức thử thách ở vòng sau. Điều quan trọng nhất là bảo toàn được số lượng thành viên 11 người sẽ cùng nhau đi tiếp. Các bạn khán giả chắc hẳn là sẽ đồng tình với sự lựa chọn này của nhà sản xuất toàn năng Subin chưa? Và ngay bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để cùng đốt cháy sân khấu của chúng ta chưa ạ? Và bây giờ thì sân khấu đã sẵn sàng để chào đón sự quay trở lại của nhóm nhạc quốc tế. Hãy cùng đến với những đại diện tài năng đến từ Nhật Bản, Kid Phenomenon.
Xin chào các tiền bối Kids Phenomenon ạ. Chào mừng mọi người đã đến Việt Nam. Chúng em là nhóm Tân Binh Toàn Nam. Ganbare. Tụi em có một món quà dành tặng cho tiền bối. Nhưng mà trước hết thì cho em hỏi là tiền bối có biết một món trái cây nào đặc trưng ở Việt Nam không ạ? Đã từng thử qua chưa? Tụi em muốn dành cho các tiền bối đây một loại trái cây rất là đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Get it out. It's really fresh. Yeah, fresh. Thank you. Maybe from the tree down. Have you guys ever seen this before? I don't ever try this. Yeah, it's the first time. Should try this today, right now. Right now. Yes. Đầu tiên thì khi mà mới nhận trái măng cụt về thì sẽ có nguyên như thế này. Thì mọi người sẽ phải cắt nửa ra half, cut in half, like this. Tiếp theo thì mình sẽ cầm một cái dĩa và mình sẽ múc lên và mình sẽ ăn thôi ạ. Và mình sẽ nhổ nhả hạt ra. Và nếu mà mọi người theo cách ăn dân dã của thì có thể là sẽ có thể gặm trực tiếp vào ăn luôn, nhưng mà không được ăn vỏ. And like this. I want to see your reaction right now. Near your mouth. 3, 2, 1. Oishii. Để mà có thể ăn dễ dàng hơn thì mình sẽ bóp một chút. You can do like this or can easier to eat. Oh, like this? Yeah, just Like this. Or maybe eat the whole thing. Ngon quá. Em từng nghe là các anh đã từng tham gia một cái show sống còn, survival show là like I Can Z. Yeah. So how do you guys feel about it? And kiểu kỷ niệm nào mà các anh khó quên nhất? 結成したての時にたくさん喧嘩をしたんですけど、本当にグループとの向き合い方みたいなのでたくさん喧嘩して、でもそれが今に生かされてるなっていうふうに思ってて、だから本当こう年齢も若いので喧嘩ファイティングが多かったんですけど、でもなんかそれがあったからこそ今こうすごい仲いいcloseなんだなっていうふうに思ってます。Yeah, thank you for sharing. 喧嘩とかされますか？ Good. Every day. Every night. Wow, good. Theo như bọn em có tìm hiểu về nhóm mình thì bọn em cũng có để ý được một cái khá là thú vị, đó là lúc mà trình diễn thì nhóm mình sẽ ưu tiên là chọn cầm mic thay vì dùng headset. Em thấy đó là một cái điều khá là thú vị, thì em muốn hỏi là lý do vì sao mà nhóm mình lại chọn dùng mic thay vì headset, và có một cái điều gì đó đặc biệt ở đây không ạ? なんでハンドマイク使うかっていうと、すごい歌に対してのなんていうんだろう、その向き合い方としてこれももちろん歌えるんですけど、自分が手に持ってマイクを持ってパフォーマンスすることによってより気持ちが入って、その歌の伝えたいことがよりそのマイクに通して皆さんに伝わっていくっていう感覚があるので、僕たちはどちらかというとこっちを持って歌うことをチョイスしてます。That's why. Thì đại diện cả nhóm thì Білмеймін өтірік пе расым екен, сыртыңнан саған қатты ғашық екен. Саған арнайы алып келген гүлі де бар, қыздарды түсіретін тәсіл екен.
Ағайын түрі қалай келініңнің, жайықтан келіп тұрған елігіңнің, Бақдәулеттей жігітте арман бар ма, бетінде дәмі қалды ерініңнің. Микрофон тұрса да қорлап сүйіп, гүлін әкеп берді ғой жолдап сүйіп. Немене өзің шетек бұлданасың, менің достарым осылай сорлап сүйет. Ағайын десеңіздер мақұл екен, өзі сері тамада ақын екен. Құрманбеков атындағы колледждің директоры, ұстаздыққа етене жақын екен. Тием десең бәкеңе тиіп алсаш, ағайын менікі айтқан ақыл екен. Келген бетте үйіне кіріп шықтым, шіркін ай батыр десе батыр екен. Бәйіпшесі созақта қалып қойып, жалғыз өзі жастық құшақтап жатыр екен. Мақсатжан әркез маған түнерді ғой, Бақдәулет сенен көрі жігерлі ғой. Қолымнан тартып тұрып, бір сүйгенде басымды айналдырып жіберді ғой. Келгенде отырардың тапқасына, қақпасына Бақдәулет серім келді тапқасыма. Рахмет гүлін алып келіп жатыр, қыздардың жансаядай мақтасына. Мына гүл шыныменен өстім екен үйдегі жайнап тұрған бақшасына. Колледждің директоры дедің бе жаңа, қалмайтын жұмысынан аптасына. Жоқ әлде сатып алып келіп тұрған жоқ бекен байғыз студенттердің ақшасына. Игагай, 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 игагай. Ақын біткен алдыңда толғағандай, жүрек сөзін жүрекке жолдағандай. Дүбіріміз алысқа кетер еді, қиқу салса ағайын қолдағандай. Қиқу салса ағайын қолдағандай, ұшар еді қанатты қомдағандай. Әспет деген ауданын осындай той отырарда бұрын соң болмағандай. Отырарым, қымбат бізге әр төбе шоқыларың, мықтыларды тудырған тарихтала, болашақта белгілі оқыларың. Отырарым, ермек емес айтыс бұл балалардың, жүру бақыт ішінде даналардың, ізін жалғап тәушендей апалардың, жолын қуып әселхан аналардың. Аналарым, артық бізге қашанда бағаларың, өмірлерін сүретін мағыналы, азаматтың кірлетпей жағаларын. Аналарым, залда отырған аяулы жақсыларым, ол төнерін күзеткен сақшыларым. Жолық қанша болғайсың, аман есен жолық қанша болғайсың, жақсы бәрің. Туғандарым, баба жолын жаңылмай қуғандарым, қайта айналып алдыңа келгенімше, тарқамасын той базар думандарың. Туғандарым. Қошемет ардақты ағайын,